Сәлем достар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тәжірибе алаңымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде Қалижан зерттеу жүргізіп жүреді. Зерттеу жұмысымыз Жанартаудың атқылауын бақылайтын боламыз. Ең бірінші біздер зерттеуді бастамас бұрын ережемен танысып алайық. Сен білесің ғой ережелерді, да? Айта қойшы, не істеуге болмайды бізде? Тамақ ішуге болмайды, су ішуге болмайды. Дұрыс айтасың. Содан кейін От шауға болмайды. Содан кейін болған жағдайда не істеуге болмайды? Сумен Сөндіруге болмайды, да? Дұрыс айтасың. Сосын не істеуге болмайды? заттарды қолма ұстамай болмайды. Дұрыс айтасың. Жарайсың. Содан кейін не істеуге болмайды? Ашылған заттарды орнына жинап жүру керек, та? Әрбір жерге шашып кетуге болмайды екен. Бүгін біздер зерттеуді бастамас бұрын ең бірінші бізге анаңның көмегі керек болады. Біздер қазір Алижан Жанартаудың деген атқылауын бақыламастан бұрын Жанартау туралы мәлімет біліп алайық. Жанартау дегеніміз төбесінде үлкен шұңқыры бар, күмбез тәрізді геологиялық түзілім болып келеді. Жанартау бұл жер бетіне жылына 5-6 километр жанартаулық материалдар шығып отырады екен. Жанартаудың екі түрі болады: су асты жанартауы және жер беті жанартауы құрлықтағы. Ал оның 80% су асты жанартауы болса, 20% құрлықтағы жанартауды құрайды екен. Жанартау атқылаған кезде аспанда атмосфера қарауытады, күн радиация бәсеңдейді. Жалпы жанартау бұл жер бетіне ыстық лавалар, ыстық булар шығып, каналдар мен жарықтардың үстінде пайда болады екен. Ал енді тәжірибемізді жалғастырайық. Тәжірибемізді бастамас бұрын керекті заттарымызды тексерейік. Ең бірінші бізге су қажет болады. Содан кейін лимон қышқылы, бояғышты су және де сұйық сусабын. Содан кейін бізге ең маңызды ас содасы қажет. Алижан, зерттеуімізді бастаймыз ба? Ең алдымен біз не құямыз әлі? Су құямыз, дұрыс айтасыз. Әлі мен саған көмектесейін. Су құямыз. Содан кейін бізде лимон қышқылын көбірек. Жарайсың. Содан кейін сұйық сусабынды бірге басамыз. Бас әлеміз. Сабынның көп болуы маңызды, солай ма? Жарайсың. Содан кейін бізде бояғышты су. Енді біздерде ең маңызды ас содасы. Ас содасы. Қарашы енді. Не пайда болды? Лава. Лава. Бұл жанартаудың атқылауы, да? Көрдің бе жанартаудың атқылауын? Бұл бізде геологиялық түзілім болып саналады екен. Жанартаудың. Алижан, сен жанартау туралы ақпарат білесің ғой? Сөйлеші. Білмеймін, сен қаланың зерттеуші olan Жанартау әлі зерттеумен қаламын. Жарайсың. Бүгінгі зертханамызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.